Қазақстанда Роза Бағланованы білмейтін бірде-бір отбасы жоқ. Қазақ даласының тірі аңызы, халық пен елдің бейнесі. Оның әсерлі дауысы миллиондаған жүректі жаулап алды. Оның қойылымдарының сахнасы танктер, траншейлар, ауылдық клубтар, жырынды жайлау, бидай алқаптары, боран қыстаулары, әлемнің үздік концерт залдары мен сарайлары болды. Сарбаздар да, қарапайым адамдар да, биліктің ең жоғары эшелондарының өкілдері де оған қол шапалақтады. Болашақ аңыз 1922 жылы 1 қаңтарда Қазалыда, қазіргі Қызылорда облысы дүниеге келген. Роза Тәжібайқызының әкесі ағылшын, француз, неміс, парсы, араб, өзбек, қазақ, орыс тілдерін жетік білген. Қазан төңкерісі кезінде Бұхара әмірлігінде қызмет етіп жоғары офицерлік шенде болды. Күнге әжесі Розаны ән айтуды үйретті. 4 жастан бастап кішкентай Роза халық әндерін шырқап, оны ешкім тоқтата алмайтындай биледі. 6 жасында балалар олимпиадасына қатысып, бірінші сыйлығын алды. Осыдан кейін ол 9, 11, 14 жасында қатысып, әрдайым бірінші орынға шыққан. Әкесі қайтыс болғаннан кейін Розаның әжесі отбасыға қамқор болған. Кіші інісі 1943 жылы майданда қайтыс болды. Бала жасынан бастап Роза өз отбасының жалғыз тірегі мен үміті болды деп айта аламыз. Мектептен кейін 1939-1941 жылдарының арасында Қызылорда педагогикалық институтында оқыды. Содан кейін Ташкент тоқыма институтына оқуға түсті. Себебі ол жерде жатақханада баспанамен, тегін тамақпен қамтамасыз етіліп, тоқымашы ретінде қосымша ақша табуға болатын еді. Роза Ташкенттегі туыстарының үйінің ауласында жиі ән айтады. Бірде осындай концерт кезінде біреу қақпаны қақты. Қара костюмдегі үлкен адам Ташкент опера театрының солисті және сонымен бірге филармонияның директоры Кар Якупов болды. Ол оны филармонияға тыңдауға шақырды. Содан кейін әйгілі өзбек әншісі Тамара Ханум Якуповтан қызды шәкіртіне беруді өтінді, және ол оны ансамбльдің бас солисті етті. 1941 жылдан бастап Самарқандта Өзбек ССР Өзбек филармониясының мемлекеттік әйелден ән-би ансамблінде жұмыс істеді. Болашақта Роза Мәскеу консерваториясында оқыды, бірақ бір сәтте барлық жоспарлар құлады. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ол ансамбльмен бірге майданға кетті. Роза Тәжібайқызы соғысты 1941 жылдың 17 тамызынан бастап, жеңіс соңына дейін өтіп, барлық майданда болды. Өз әндерімен жауынгерлерді ерліктерге жігерлендіріп, жеңіске деген сенім ұялатып, жараланған сарбаздарды ұрыс даласынан шығарды. Рейхстагқа 70 километр ғана жете алмады. Ол күніне 15 сағат ән айтуға мәжбүр болды. Барлық халыс әскері майдан әндерін шырқады. Огонек, Катюша, Темная ночь және тағы басқалар. Айтпақшы, ол Темная ночь әнін Марк Бернин де ертерек орындады. Соғыста бәрін жасады. Тіпті медициналық қызметкерлер жетіспеген кезде жаралыларға көмек көрсетуге дейін. Ерлігі мен батырлығы үшін Батыс майданының 61-ші армиясының 12-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының қолбасшылығымен марапатталды. Роза Тәжібайқызы жауынгерлік еңбегі үшін 2 медальға ие болған КСРО-ның жалғыз әртісі болды. Роза Бағланованың майдандағы репертуарында 20 тілде 500-ге жуық ән болды. Ең танымалдардың бірі Ақсамара городок әні.
Оның естеліктерін сәйкес, ол бұл әнді алғаш рет Руслановың орындауындағы майдандық концерттердің бірінде естіді. Содан кейін оны өзі орындай бастады. Руслановаға Розаның орындауы ұнады, және ол жаңа бастаған қазақ әншісіне оның визит карточкасы болған осы әнді сыйға тартты. Өзінің ұзақ шығармашылық мансабында Роза Бағланова әлемнің көптеген елдерінде болды. Оны Польша, Германия, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Қытай, Корея, Үндістан, Канада, Швеция, Бельгияда көрермендер жылы қарсы алды. Әр елде ол сол тыңдарманның тілінде ән айтты. Лишь бы надо подать народу, подать. Вот я и немецкие песни пела, это ты воспела, шведские песни пела. А как народ принимал? Как народ принимал? Песня, да? Да, песня, она душа народа. Ее только нужно умело спеть. Роза Бағлановың мансабы таң қалдырады. 1946 жылы ол Мәскеуде өткен 2-ші бүкілодақтық эстрада артистері байқауының дипломаты атанды. 3 жылдан кейін Будапештте 2-ші халықаралық жастар мен студенттер фестивалінің лауреаты болды. Ал 1955 жылы оған Қазақ КСР халық артисі атағы берілді. 12 жылдан кейін ол КСРО халық артисі болады. Роза Бағланованың құрмет грамоталарының тізімі Ленин және еңбек қызыл ту ордендерінен бастап халықтар достығы және құрмет белгісі ордендеріне дейінгі кеңестік фолклористика энциклопедиясы болып табылады. Кейін тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жылдарында Роза Тәжібайқызы халық қаһарманы атағына ие болды. Танымалдығының шыңы кезінде Роза есімі Қазақстандағы әрбір 2-ші туған қызға берілді. Солардың бірі Қазақстан Республикасының халық артисі Роза Рымбаева болды. Қазақстанның барлық жерлерінде болып жүріп, ол халықтың тұрмысын көріп жүрді. Әрдайым шын жүрегімен оған уайымдайтын. Алғашқылардың бірі болып, арал проблемалары мен полигонды жабу туралы айтудан қорқпады. То, что натворили наши, в кавычках, величайшие ученые, как я могу говорить о таких ученых, что они убивают в утробе целую нацию, убивает. В другое время мы бы говорили, что это вредительство. А что мы скажем, если они академик Союза СССР, герой соцтруда, лауреат дважды, трижды? На казахской территории там что?
Семипалатинске полигон, в Байконуре космодром, в Орале яд. Как жить казахам? Если это был бы в загранице, в Америке, как бы мы кричали, что целую нацию убивает. Не только Казахстан ведь. Я в тех местах была. Мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождается, нет неба, нет на голове волос, нет руки. Ну как? Нет ноги. Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Осылай, отаны үшін жан тәнмен уайымдайтын нағыз патриот ғана сөйлей алады. Өмірі халыққа қызмет ететін адам. Қоғамдық жұмыстарға, қазақ халық музыкасын және Қазақстан композиторларының шығармашылығын дамытуға және насихаттауға үлкен үлес қосты. Кеңес одағының мәдениет қайраткерлері оны кішкентай қазақ қызы деп атаған. Ол үшін ең үздік кеңестік және қазақ композиторлары әндер жазған. Солардың бірі сол кезде ешкімге белгісіз жас композитор, ал қазір отандық музыканың аңызы Қазақстанның халық әртісі Ескендер Хасанғалиев болды. Роза Бағланова тағдыр оны Сталин, Хрущев, Брежнев, Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Джавахарлал Неру, Индира Ганя, Александр Вертинский, Галина Уланова, Игорь Ильинский, Майя Плесецкая, Святослав Рихтер және тағы басқалармен бірге келген тұтас дәуір. Бірақ оның бақыты әрдайым әнші өзі айтқандай, бұл халықтың бақыты, біздің халқымыздың және отбасының тыныштығы. Моя прекрасная республика, мой народ, большое вам спасибо за то, что вы такие добрые. Я делаю перед вами низкий поклон, пока бьется в моей груди сердце мое, я не перестану служить вам. 2011 жылдың 8 ақпанында Роза Бағланова инфаркттан кейін көз жұмды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев есімі аңызға айналған қазақ әншісі Роза Бағланованың есімін мәңгіге қалдыруды тапсырды. Әнші 2022 жылдың 1 қаңтарында 100 жасқа толды. Ол біздің елімізде және шетелде ән әуесқойлары арасында әлі де танымал. Роза Тәжібайқызы өз шығармашылығы арқылы өз халқымен бірге болады. Сондықтан әрбір қазақтың отбасында қазақ даласының анасының дауысын естуге болады. Шырай керек, шын сүйген азабыма шыдайды. Ән айттым арнап саған мұңаймады. Әдем-ау мені сүйсің мұңаймады.
Аққайың самал желмен тербелгенде, Жашаным сенің самай көз олар ма? Өзгелер сендеймер сөз олар ма? Ақ толқын жағалауға